тектілік не үшін қажет деген сұраққа жауап беретін болсам, ұлт жойылып кетпеу үшін. Ұлт жаңағы тексіздерді өзге ұлттар тез басқарады, яғни оларды жаулап алу оңай болады дейтін. Және өзіміздің тарих сахнасынан жойылып кетпеу үшін осы тектіліктерді ұстап отыруымыз қажет. Бұл осы жақын арада семинарда да, осындай үлкен ауқымды семинарда да тектілікке осы 100 жылдық стратегияларды жазып, осы ханымдарға да үйретіп жатқан жайтымыз бар. Бұл тектілік біздің отбасымыздың, жеке отбасымыздың заңдылықтары, яғни өсиеттері. Балалар мына ел асып, су асып, оқуға кеткен кезде қандай да бір жолға адасып кетпеу үшін бізге тектілік қажет. Яғни бала аман есен оралу үшін өзіміздің тектілігіміз қажет дүниенің бірі десем болады. Одан кейін тектілік не үшін қажет десеңіздер, мынау кез келген ұлт өзінің тегін жаңартып, тудыртып, түзетіп отыруы қажет. Өздеріңіз білесіздер, мынау үлкен қайғылы заман болды 1917 жылдан бері. Бұл көптеген жаңағы мына қаймақтарымыздың басын жойды, күшін жойды. Сол кезде біздің әр қазақтың бойында үрей қалды, қорқыныш қалды. Ашаршылыққа деген қорқыныштары басым. Қазіргі таңның өзінде әкем мына өзінің сарайына 4-5 қап не жинайды, күріш жинайды, 2-3 қап жаңа ұн жинайды, 1 қап жаңағы картошкасын жинайды, 5-6 баклажкасын шемішке майын жинайды. Оның бәрі ненің ізі, оның бәрі ненің белгісі, оның бәрі ненің мөрі десеңіздер, кезінде міне ашаршылықтан қалған бойындағы іздері. Заман қандай болады балам, барлығын жинай бер деген секілді. Мына үлкен кісілердің бойында қалып қойған үрейлері қазіргі таңда әлі бар. Нандарды кептіріп жинау деген, солардың барлығы кезінде қалып қойған қорқыныштары. Міне қазіргі таңда осы қорқыныштар бізден әрі қарай балаларымызға өтіп кетпеу үшін біз осы тектіліктерді жаңартып, тудыртып, бойдан қорқыныштарды алып отыру қажет. Қалай аламыз деген сұраққа жауап беретін болсам, осындай хәл ілімдерінен біз бойды тазартып отырамыз. Яғни бойды тазарту деген сөз, яғни қаннан әрі қарай сүйекке сіңіп кетпеу үшін балалардың бойынан осындай кезінде аталарымыздың көрген зардабын, бойында қалып қойған, сүйекте қалып қойған мынау қорқыныштары балаларымыздың бойынан табылмау үшін осындай хәл ілімдерін, яғни осындай мына білімдерді алып отыруымыз қажетпіз. Міне тектілігіміз әрі қарай өрлеп, яғни қазақ халқы кім екенін, қазақ халқы қандай болғанын өзімізді халықтың алдына паш ете бастаймыз.